Бейсекова Шабал Жаңарқа ауданы 6 ауылында дүниеге келген. Қазақстанның халық артисі. Алматы музыкалық училищесін және Мәскеудегі Чайковский атындағы мемлекеттік консерваториясының жанындағы қазақ студиясында профессор Владимированың сыныбын бітірген. Алматыдағы Абай атындағы академиялық опера және балет театрының сахнасында Шабал Бейсекова ариялар шырқап, көптеген образдарды сомдады. Сол үшін ел құрметіне бөленді. Шабал кен байтақ қазақ еліне және одан да тыс шет елдерге кеңінен танымал әнші болған. Ол атақты әнші әрі Қазақстанның халық артисі Каукен Кенжетаевтың зайыбы. Қазақ операсының дамуына үлкен үлес қосқан дарынды талант иелерінің бірі. Каукен Кенжетаев зайыбы туралы. Шабал қазақтың екінші күләші атанды. Бұлай деу, халықтың оның талантының күләшқа парапар екендігін мойындағаны еді. Ол күләштің лайықты шәкірті әрі өнерін жалғастырушысы болды, дейді. Расымен, Күләш Байсейітовадан кейін басты партияларды Шабал орындады. Бірақ соның ішінде жұлдызын жандырғаны Төлебаевтың Біржан Сара операсындағы Сараның партиясы болды. Ақын қыздың бейнесін сахнаға сәтті алып шыққан әнші осы рөлі үшін 1949 жылы КСР мемлекеттік сыйлығын иеленді. Қыз жібек, Абай, Біржан Сара, Даиси, Алтыншаш, тағы басқа операларда жібек, Ажар, Сара, Алтыншаш опералық партияларын орындап, қазақ опера өнерінің дамуына ерекше үлес қосты. Еңбек қызыл ту орденімен марапатталған.